Қаңтар ұбыты аяқталайын деп қалды. Ал сен болсаң, әлі тригонометрикалық кестені жатқа білмейсің бе? Онда маған қара. Мәндерді жаттатады деп тұрсың ба? Жоқ. Олай емес. Бірінші бұлай кесте сызып алайық. Одан кейін 0, 1, 2, 3, 4 деп жазып шығамын. Осы мәндердің барлығын түбірдің астына аламын да, және бәрін 2-ге бөле саламын. Сонда менде синустың сәйкес градустағы мәндері шығады. Яғни синус 0 градуста бізде 0-ге тең, 30 градуста 2-ден 1-ге тең, синус 45-те түбірасты 2 бөлінген 2, 60-та түбірасты 3 бөлінген 2, және де 90 градуста 1-ге тең. Тура осы мәндерді біз керісінше бағытта косинусқа жазамыз. Яғни 1, түбірасты 3 бөлінген 2, түбірасты 2 бөлінген 2, 2-ден 1 және 0. Ал тангенс пен котангенсті табу үшін біз формуланы жатқа білуіміз керекпіз. Тангенс бізде синус пен косинустың қатынасына тең. Яғни сәйкесінше сіз 0 градустағы синустың мәні мен косинустың мәнін бөлесіз. Сонда сізде 0 шығады. 2-ден 1-ді түбірасты 3 бөлінген 2-ге бөлсем 1 бөлінген түбірасты 3 шығады. Мына жақтан менде 1 шығады. Мына жақтан менде түбірасты 3, және де 1-ді біз 0-ге бөле алмаймыз, сол үшін мына жақта мәні жоқ. Тура осы мәндерді біз керісінше бағытта котангенске жазып шығамыз. Осымен болды. Егер де лайфхак ұнаса, бізге тіркеліп кет, және де төмендегі есепті шығарып көр.